Сәлем көрермендерім, YouTube көрермендерім, Экомамадан сәлем. Қалдеріңіз қалай? Мен өз білгенімен бөлісіп отырғанды жақсы көремін. Яғни барша қазағымыз ауырмаса екен деймін. Ешқандай да бала ауырмаса екен деймін. Енді қазіргі заманда, қазір айтуға болады, тіпті адам баласында кішкентай баладан бастап еңкейген қарияға дейін қазір енді жалпы адам баласында өте көп паразиттер көп. Бұл деген бала деген паразитті баладан қалай білуге болады? Яғни баланың іші қатуы, запор болуы, және ішінің қайта-қайта ауруы, ұйқының болмауы, әрине соның барлығы көп тәтті сұрай берсе баланы, яғни бала тәттіні көп сұрай берсе де ішінде паразиті өте көп деген белгі береді. Сол себептен біз паразиттан қалай құтыламыз, соны мен сіздерге көрсеткім келеді. Және арзан ол, қымбат ештеңесі жоқ. Түнде бір стақан ішсеңіздер, осы сүтті, яғни коктейль болады, қазір жасап көрсетемін сіздерге. Осыны жасап түнде балаға ішкізсеңіз, өзіңіз ішсеңіздер, міндетті түрде паразиттен құтыласыздар. Енді оны даже калға тапсырғанда да бұны калдан шыға бермейтін болады. Ендеше кеттік. Бұл асқабақтың дәні, шекі піспеген. Бұны біз бұл немізге саламыз. Бұл қажеті жоқ бізге. Шемекінің дәні, яғни асқабақтың дәні. Жақсылап араластырамыз. Араластырғанда ұнтақ. Ұнтақ болды. Енді бір стақан суды құйып жібереміз ішіне. Тағы да жақсылап араластырамыз. Біз оны енді ситодан өткізетін боламыз. Ситодан өту керек. Яғни сүті қалу керек. Ішінде жаңағы көптеген дәннің уақыт алғандарын алып тастайтын боламыз. Тек қана бізге керегі су ғана, ішіндегі сүті ғана, яғни коктейль болып қалады. Керемет. Түнде жатарда міндетті түрде балаларыңызға беріңіздер, өздеріңіз де ішіңіздер. Өте керемет пайдасы бар. Көріп тұрғандарыңыздай, міне яғни барлығы суы ағып болды ішіндегі. Асқабақтың дәні міндетті түрде шекі болу керек, піспеген болу керек. Қуырмаңыздар, табаға қуырудың қажеті жоқ. Шекілей, яғни орысшасы сырой болу керек. Осылай қою қалады. Сіздер бұл қоюын лақтырып тастамасаңыздар да болады. Бұл қоюын жесеңіздер болады. Таңертең аш қарында жеңіз бұны. Ал жидкісті, яғни коктейльді міндетті түрде ұйықтайын деп жатырғанда, әбден ұйқыға кетіп бара жатырғанда, осы бір стақан коктейльді сіздер ішіп алыңыздар. Ал мына қоюын таңертең аш қарында жеп алсаңыз болады. Яғни дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар. Ауырып жол іздегенше ауырмайтын жол іздеңіздер. Менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Көптеген өзім білетін, қалай ауруды жеңуге болатынын, тағы да не істеу керектігін мен сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Рахмет, сау болыңыздар.